Мен Асқатұлы Бекжан, осы Шеркеш шаруа қожалығының төрағасы, осы Көктоғай ауылының жас кәсіпкер ретінде, жас осы механизатор, тракторшы ретінде ауылға қызмет етіп жатырмын. Ауылда шөппен қамтамасыз етіп жатырмын. Тракторшы мамандығы ең ұялмайтын, қысылмайтын ауылдағы керек мамандықтардың бірі. Жұмыстың оңайы жоқ, әр жұмыстың да бір қиыншылығы болады. Жастарға да айтарым, осы ауылды бірге көркейтіп, бірге дамытайық. Есім Асқат Диаз Ермекұлы, Асқатұлы Бекжанның әкесі боламын. Ауыл жастарына айтатын болсам, мына балам армиядан келгелі, менен рұқсат сұрап ауылда боламын, шаруашылық жалғастырамын. Техниканы жаңартып берсеңіз. Одан былтыр Казахстан шаруашылыққа тағы көрсетеді. Техникалар өздеріңіз көп бізде 920 дейді, мына қазақстанский сборка жеңілдетілген 6%-пен алдық. Одан кейін компресс, агрегат, малдың азығын дайындауға бүкіл жағдай жасалған, бүкіл нені алды. Балам өзі жайлап жасап жатыр шаруашылықта. Барып жақып айтып отырамын. Енді осы баламның қасы енді сауытта қазір жастар бұл, жастарға айтарым, қалада да сол тапқан ақшаны ауылдан тауып алып. Бұл жоңышқа шөбі былтыр 2024 жылы егілген. Алматы қаласынан бір қатшыға 25 килограммда 95 мыңнан жия тұқымы итальянский әкеліп ектік. Бірінші жылы дұрыс өнім бермеді, екінші жылғы өнімдері көңіл қуантарлықтай шығып жатыр. Бұл жоңышқа шөбін егудің мақсаты мал бордақылаудың ең таптырмайтын бір азық шөбі ретінде пайдалануға арналған.